Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmetli көрермендер, hurmetli şagirdler, hurmetli cemaat. Bugünkü dersimizde ötетін әрпіміз ол зәй әрпі. Яғни, мұғалім сәни бойынша 4-ші бетте. Осы сабақты ары қарай жалғастыратын боламыз. Зәй әрпі, яғни зәй әрпінің фатхамен, кәсрамен, даммамен келуіндегісін оқылуын үйретеміз. Яғни зәйға фатха келгенде зә, кәсра келсе зи, дамма келсе зу. Зә, зи, зу. Және ары қарай. Қараңыздар, құрметті көрермендер, міне алиф пен фатха келіп тұрса а, және де зәй әрпі келіп тұр сукунмен. Әз, iz, uz, zər, zir, zur. Енді үш әріппен қосылуын оқимыз. Әзру, izru, uzru, urzu. Тағы да бір қайталап өтейік. Зә, зи, зу, әз, из, уз, зәр, зир, зур, әзру, изру, uzru, urzu. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі дәрісімізде зәй әрпін өттік. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.